Достар, сәлем, Бақыт Лайф арнасына қош келдіңіздер. Алдыңғы басылымдарда біз сезімталдық, адалдық, кешірім, кішіпейілділік, төзімділік, ризашылық және жауапкершілік сияқты маңызды тақырыптарды талқыладық, солай ғой. Бүгін біз тағы бір маңызды адамгершілік тақырыптарының бірін, жанашырлықты талқылаймыз. Жанашырлық біздің қарым-қатынасымызға қалай әсер етеді? Және бұл адамның өзара әрекеттесу үшін неге соншалықты маңызды? Мұны сізбен біз бірге анықтап көрейік. Жанашырлық бүгін біздің ортада қалыпты жағдай ма, қалай ойлайсыздар? Адамдар бүгін жанашырлыққа қалай қарайды? Сіздің айналаңызда көп адамдар, болмаса сіз жанашырлықты көрсетесіз ба? Жанашырлықты адамдар бүгін қалай енді бір кемітетін, болмаса бір өзінің әлсіздік жағын көрсететін бір сезім ретінде қарай ма, сондай? Бірақ қалыпты жағдайда жанашырлықты көрсету маңызды ма, маңызды емес па деген сұрақ, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сұрақтарыңызды WhatsApp нөміріне жазсаңыздар болады, ол бейнебаянның бетінде. Сонымен, жанашырлық бұл басқа адамдардың азаптары мен қажеттіліктеріне жанашырлықты сезіну және білдіру қабілеті. Жанашырлық бізге басқаларды жақсы түсінуге, оларды қолдауға және олардың ауырсынуын жеңілдетуге тырысады. Бұл мейірімді және әділ әлем құруға ықпал ететін адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі. Алдыңғы бағдарламалардан бері біздермен бірге достар жай ғана анықтаманы беріп қана қоймай, оның үстіне біз біраз мысалдарды келтіреміз. Бүгінгі енді қазір бірінші мысалымыз сол жеке қатынастар арасындағы жаңағы жанашырлықтың мысалы. Жеке қарым-қатынаста жанашырлық маңызды рөл атқарады. Сіз қалай ойлайсыз? Біздің ойымызша бұл бізге жақындарымыздың сезімдері мен тәжірибелерін түсінуге, қиын сәттерде оларды қолдауға және эмоционалды байланыстарды нығайтуға көмектеседі. Енді оқиға. Бір мүше өмірінде қиын кезеңді бастан өткеретін отбасын елестетіп көріңіз. Мейлі ол жұмысынан айырылу немесе денсаулығына байланысты. Бейжай қалудың орнына отбасының қалған мүшелері өздерінің жанашырлықтарын моральдық қолдау көрсету, күнделікті істерге көмектесу және жай ғана қасында болу арқылы білдіреді. Мұндай қолдау қиындықтарды жеңуге көмектесіп қана қоймай, отбасының байланыстарды нығайтады. Бұл сау мүшенің қарым-қатынасы десек те болады, достар. Жаңа айта кеткен оқиғаның тәсілі де жанашырлық. Біздің ортада жанашырлықты көрсетпеуге тырысады. Болды ғой енді. Қайта кемітеді, ұрсады, түртпектейді. Әсіресе балдарда. Ата-ана мен балалар кетіп барады. Ата-ана балаға ескертеді, үйтпе сөйтпе деп. Шалынып қаласың деп, мысалы да. Бала кетіп барып шалынады. Ата-ана не істейді? Біздің ортада қалай байқайсың? Не істейді? Міне елестетіп көріңіздерші. Бала құлады, ата-ана оны жанашырлық көрсетудің орнына оны ұрсады, айқайлайды, басынан тартып салады. Мен саған айттым ғой, көз алдыңа қарамайсың ба деп. Мінекей. Ол баланың сезімімен сонымен не болды? Ата-анасына көз қарасы не болды? Ол бір жағы ғана. Күнделікті өмірдің бір күнінің бір ғана жағы. Күніне қанша рет қайталанады ондай жағдай? Аптасына, айына, жылына ше. Бала сөйтіп өседі. Кейін ол баламен не болады? Бұл жайлы өздеріңіз ойланып, өзіңіз шешім жасаңыздар. Екінші мысал, жұмыс және бизнес, достар. Жұмыста жанашырлық салауатты және қолдау көрсететін жұмыс ортасына құруға көмектеседі. Бұл әріптестер арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға және жалпы жұмысқа қанағаттануды арттыруға көмектеседі. Ал біздің ортада қалай? Жұмыста сен жанашырлық көрсететін болсаң, сен өзіңнің әлсіздігіңді көрсеткенің болып саналады. Бұл дұрыс па, бұрыс па? Қалай ойлайсыз? Сонымен оқиға, достар. Бір компанияда да елестетіп көрейік. Қызметкер оның жұмысына теріс әсер ететін күрделі жеке мәселелерге тап болды. Оны өнімділікті төмендеткені үшін жазалаудың орнына оның әріптестері мен басшылығы жанашырлық танытты. Олар оған қиындықтарды жеңуге көмектесетін икемдік кесте мен қолдауды ұсынды. Нәтижесінде қызметкер өз мәселесін жеңіп қана қоймай, екі еселенген энергиямен және ризашылықпен жұмыс істеуге оралды. Бұл бүкіл командаға оң әсер етті. Әрине, әр нәрседе жөн көру керек та, салмақты. Кейбір адамдар болады, әрине, қолданады біреудің жанашырлығымен, басын айта кеткендей.
сөйтеді да басқа отырып басқаларды өзінің жұмысын істетіп қойғысы келеді. Ол да бар біздің ортада. Солай ғой, келісесіз ғой. Ондай адамдармен енді кішкене басқаша қарау керек. Мен өзімде мысалы официант болып жұмыс істедім, кейін администратор, кейін директор болып жұмыс істеген едім кезінде. Администраторда және директорда болып істеген кезде, жанымда көмекшілерім, енді жұмысшылар кей кезде қиын жағдайларға тап болған кезде, әрине оларға көмектесуге дайын болатын. Әсіресе администратор кезінде. Официанттарды бастарын тарпып салып болмаса енді ары-бері шапқылатудың орнына, олардың үлгермей жатқанын байқап, басқа администратор мысалы оларға айқайлайтын. Ал мен болса, оларға айқайламай, керісінше арасында көмектесіп, тағамдарды ары-бері көтерісуге көмектесетін. Бірге бір команда жұмыс істеу керек. Жанашырлықты көрсету керек. Адам күні адаммен де енді бекер айтылмаған. Келесі үшінші мысал әлеуметтік және енді айналадағы қатынастар. Қоғамдағы жанашырлық біртұтас және үйлесімді қауымдастықтар құруға көмектеседі. Бұл бізді осал адамдарға қамқорлық жасауға және әлеуметтік әділеттікке ұмтылуға шақырады. Тарих, енді оқиға десек те болады, бір қалада жергілікті тұрғындар үйсіздерге көмектесу үшін жиналды. Олар қаражатпен қажетті заттарды жинауды ұйымдастырды. Ондай қоғамдар бүгін айналада біразда әр қалада және де бүкіл елде бізде ондай адамдар бар, солай ғой. Сонымен баспана ашты және медициналық көмек көрсетті жаңағы. Қолдауды қажет ететіндерге жанашырлық таныта отырып, олар үйсіздердің өмірін жақсартып қана қоймай, біртұтас және қамқор қоғамдастық құрды. Жанашырлықты қалай дамытуға болады, достар? Енді біз жанашырлықтың маңыздылығын талқыладық. Оны қалай дамыту керектігі туралы сөйлесейік енді. Біріншіден, сезімталдық тәжірибесі. Өз сезімдері мен тәжірибелерін жақсы түсіну үшін өзіңізді басқа адамдардың орнына қоюға тырысыңыз. Бұл жанашырлықты дамытуға көмектеседі. Бір керемет сөздер бар ғой. Өзіңізге қалай қарым-қатынас көрсеткенін қаласаңыз, сізде басқаларға сондай қарым-қатынас көрсетуіңіз керек. Енді келесі белсенді тыңдау. Адамдарды сөзін бөлмей немесе үкім шығармай мұқият тыңдаңыз. Олардың әңгімелеріне қызығушылық танытыңыз және олардың көзқарасын түсінуге тырысыңыз. Аха деп тұрып алмай, олар тыңдап отырып, өзіңіз басқа ойда, басқа жақта болмай. Онда жиі кездеседі. Адамгершілік, жауапкершілік, жанашырлық, сезімталдық. Алдыңғы тақырыптардың бәрі бұның ішінде жатыр, достар. Сонымен біреу көрмесе де Құдай көріп тұр. Біз басқаларға қандай қарым-қатынаспен қарайтынымызды. Адамнан ұялып қысылып қорықпасаңыз, Құдайдан қорқып ұялып қысылайық, достар. Үшіншіден, мейірімділіктің көрінісі. Кішкентай нәрселер болса да жақсы істер жасауға тырысыңыз. Енді басқаларға көмектесу, еріктілерге қатысу немесе жай ғана жылы сөздер басқа адамның өмірін айтарлықтай өзгерте алады, достар. Төртіншіден, өзің аяушылық. Өзіңізге жанашырлық танытуды үйреніңіз. Сіз де адамсыз. Кей кезде басқаларға тұрмақ, енді өздеріне де жанашырлық көрсетпейді. Кейін аурудың бәрі қайта пайда болады. Шаршау, қиындықтың бәрі өзіңізден бастаңыз. Иә, кейбір адамдар артықшылыққа кетіп қалады. Шли емес енді. Демалу керек, өзіңізге уақыт бөлу керек. Кей кезде демалу керек. Бірақ еңбек етіп, әрдайым ерінбесеңіздер, тояды қарындарыңыз тіленбей дегендей. Қателіктеріңіз бен әлсіздіктеріңізді мойындаңыз және өзіңізге мейірімділікпен, түсіністікпен қараңыз. Бұл басқаларды жақсы түсінуге және қолдауға көмектеседі. Қорытындылай келсек, жанашырлық бұл мейірімді және әділ әлем құруға көмектесетін адамдардың өзара әріптесуінің негізі. Жанашырлық таныта отырып, біз өмірді өзіміз үшін ғана емес, айналамыздағы адамдар үшін де жақсартамыз. Бүгін бізбен бірге болғаныңызға рахмет, достар. Келесі бөлімде біз тағы бір маңызды адамгершілік тақырыпты талқылаймыз. Жіберіп алмау үшін бізбен бірге болыңыздар, тіркеліңіздер және де қоңырау енді белгісін басып қойыңыздар. Біздің бағдарламаны міндетті түрде өткізіп алмайсыз сол кезде. Келесі жолға дейін сау болыңыздар.